Балалар, тәрбие сағатымызды бастаймыз. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл. Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытөбек ауылында дүниеге келген. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түріктанушы, публицист, педагог, аудармашы және қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы және Алаш Орда өкіметінің мүшесі болған. 1913-1918 жылы өзінің ең жақын сенім достары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатовпен бірігіп, сондай-ақ қалың қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпы ұлттық қазақ газетін шығарып тұрды. Бұл газеттің беттерінде Алаш конституциялық демократиялық партиясының негізгі идеялары туралы мақалалар жазылған. Осы партияның авторы және жетекшісі ретінде 1917 жылы құрылтайда Алаш Орда автономиясын жарияланған. Өз заманының ағасына қарсы тұра білген қайраткер, қазақ халқының рухани көсемі болып білім алуға және бұқараны ағартуына шақырған. Қазақтың қазақ бола білуіне кеудесіндегі жанымды аямаған, халық үшін халықтың мәдени әлеуетін болмысын көтеру үшін қызмет еткен. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліппесі мен қазақ тілі оқулықтарын жазуды 1910 жылдардан бастап қолға алды. Онымен қоса қазақ графикасын жасауға кірісті. Ол әуелі қазақтың ұлттық жазуын жасауды мақсат етіп, ол үшін араб алфавиті негізінде Байтұрсынов жазуы дүниеге келген. Сол жазумен сауат аштыруды ойлаған. Бұл үшін оқу құралы атты әліппе оқулығын жазған. Одан соң қазақ тілінің грамматикалық құрылымын талдап беру мақсатында тіл құралды жазған. Байтұрсынов ұлттың ұлы ұстазы, ағартушы ұстаз, тілші, ғалым, аудармашы, ақын ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы. Ахмет Байтұрсынов өз халқын сүйген патриот адам. Ағартушылық, сыншылдық дәстүрін жаңарта отырып, Байтұрсынұлы 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетін төңкерісшіл демократиялық дәрежеге көтерді. Сондай-ақ Байтұрсынұлы қазақ тілінде Пушкиннің, Лермонтовтың, Вольтер, Надсон өлеңдерін аударды. Бұл аудармалар Байтұрсынұлының тақырыпты идеялық көркемдік деңгейін жоғары туындылары болып табылды. Ел тағдырының келешегіне алаңдаулы ақын көп қырлы ісімен, даналық саясатымен қазақ жастарының рухани көсемі болды. Ахмет Байтұрсынұлының құрметіне Қазақстанның көшелері мен мектептері, тіл білім институты, Қостанай қаласындағы университет аталды. Және көрнекті қайраткердің құрметіне мұражай үйі мен ескерткіші ашылды. 1937 жылы 8 тамызда қамауға алынып, 2 айдан соң, яғни 8 желтоқсанда атылды. Байтұрсынұлының нақыл сөздері. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылығы өзінен артылмаған, бәрінен тыныш ұйықтап жатқандар көп, ұмтылып, талап ойлап талпынбаған. Білімді де не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Бала бастауыш мектепте бәр пәнді тек ана тілде ғана оқуы керек. Жастардың оқу тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді. Тіл білімі, ереже жаттату түрде
үйретілмей, сөздің тұлға, мағына, қисын жағын тану түрде үйрету керек. Сөздің тұлға, мағына жағына тануға керегі жоқ нәрселер тіл білімінің сабағына кірмеске тиіс деп айтып өтті. Оқуға шақыру. Балалар, оқуға бар жатпа қарап, жуынып, киініңдер шапшаңырақ. Шақырды, тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Ахмет Байтұрсынұлы. Балалар, осымен тәрбие сағатымыз аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.